Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасының президентінің конституциялық құқықтық мәртебесі. Бұл тақырыпта біз президент институтының мәнін, оның конституциялық орны мен рөлін, сондай-ақ өкілеттіктерінің ауқымын қарастырамыз. Қазақстан Республикасының президенті мемлекеттің басшысы, халық бірлігінің, конституцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының кепілі болып табылады. Президент мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісіп жұмыс істеуін және халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Президент институтының конституциялық құқықтық негіздерін зерделеу, Қазақстанның саяси жүйесін, билік тармақтарының өзара байланысын және мемлекеттік басқарудың тиімділігін түсінудің маңызды бөлігі болып табылады. Дәріс мақсаты: Қазақстан Республикасы президентінің конституциялық құқықтық мәртебесін, ұғымы және оның құқықтық мәртебесін айқындау. Дәріс міндеттері: Қазақстан Республикасы президенті лауазымдығының қалыптасуы мен құзыреттілігін анықтау. Дәріс өзектілігі: Қазақстан Республикасы президенті қызметінің және лауазымдығының әлеуметтік-экономикалық, саяси маңыздылығы. Дәріс жоспары: бірінші сұрақ. Президент институтының түсінігі. Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасында президент институты қалыптасуының негізгі кезеңдері. Үшінші сұрақ. Қазақстан Республикасы президент қызметін қамтамасыз ету жүйесі. Президент ұғымы жөнінде бірнеше пікірлер бар. Біріншіден, президент ұғымы латынның president сөзінен шыққан, алда отырушы мағынасын білдіреді. Антика дәуірінде президент деп түрлі жиындарда төрағалық етушіні атаған. Екіншіден, Конституциялық конвентке дейінгі Американ мемлекетінің номиналды басшысы, Американ штаттары конференциясы конгресінің төрағасы конгресс президенті деп аталған. Үшіншіден, Филадельфия Конституциялық конвентінде төрағалық етуші Дж. Вашингтонда президент деп аталған. Төртіншіден, президент деп кейбір отарлардың губернаторлары, атқарушы билік басшысы аталған. Президент ұғымы жөнінде бірнеше пікірлер бар. Біріншіден, президент ұғымы латынның president сөзінен шыққан, алда отырушы мағынасын білдіреді. Антика дәуірінде президент деп түрлі жиындарда төрағалық етушіні атаған. Екіншіден, Конституциялық конвентке дейінгі Американ мемлекетінің номиналды басшысы, Американ штаттары конференциясы конгресінің төрағасы конгресс президенті деп аталған. Үшіншіден, Филадельфия Конституциялық конвентінде төрағалық етуші Дж. Вашингтонда президент деп аталған. Төртіншіден, президент деп кейбір отарлардың губернаторлары, атқарушы билік басшысы аталған. Қазақстанда президент институты алғаш рет 1990 жылы 24 сәуірде қабылданған Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының президенті қызметін тағайындау және Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға сәйкес құрылды. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының тұңғыш президенті Қазақстанда президент қызметі енгізілген күні, яғни 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының жоғарғы советімен 6 жыл мерзімге сайланды. 1991 жылы 1 желтоқсанда бірінші рет бүкіл халықтық президент сайлауы өткізіліп, президент республика халқымен 5 жыл мерзімге сайланды. Қазақстанда бірінші бүкіл халықтық президент сайлауы 1991 жылы 1 желтоқсанда өтіп, Нұрсұлтан Назарбаев сайлауға түскен жалғыз кандидат болды. Ресми дерек бойынша сайлауға дауыс берушілердің 88,2% қатысып, Нұрсұлтан Назарбаев 98,78% дауыс жинаған. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз. Қазақстан Халықтар Ассамблеясы Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілетін 2000 жылдың 1 желтоқсанына дейін ұзартуды ұсынды. Ресми дерек бойынша, референдумға сайлаушылардың 91,21% қатысып, олардың 95,46% Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзартуды қолдап, дауыс берген. Осы референдумнан бастап Қазақстанда кезектен тыс сайлау мен президент өкілетіне байланысты референдум өткізу дәстүрге айналды. 30 тамыз 1995 жылы жаңа конституция қабылданды. Конституция референдум негізінде қабылданды.
Заңда президентке қойылатын талаптар бекітілді. Қазақстанда туған және осы елде 15 жыл тұрған, қазақ тілін еркін меңгерген 35-65 жастағы азаматқа президент болуға рұқсат берілді. Жаңа конституцияға сай, президент 5 жылға сайланады және бір рет қайта сайлануға құқылы болды. 7 қазан 1998 жылы Конституцияға өзгерту енгізілді. Парламент Конституцияға өзгерту енгізуді мақұлдап, президенттің өкілетін 5 жылдан 7 жылға ұзартты және президент үшін белгіленген шектік жас мөлшерін 65 жас алынып тасталды. Осы өзгерістерден кейін елде кезектен тыс президент сайлауы жарияланды. Президент сайлауына үміткерлер ретінде президент Нұрсұлтан Назарбаев, оппозиция жағындағы коммунистік партия жетекшісі Серікболсын Әбділдин, Кеден комитетінің төрағасы Ғани Қасымов пен Сенат депутаты Енгеліс Ғаббасов тіркелді. Премьер-министр Қажыгелдин әкімшілік құқық бұзғаны үшін сайлаудан шеттетілді. Еуропа қауіпсіздігі ынтымақтастығы ұйымы сайлау өткізу тәртібі бұзылды деп, өз бақылаушыларын Қазақстанға жібермеді. Сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев 79-да да 78% дауыс жинады. 2000 жылдың 20 маусымында Конституциялық кеңес қайта сайлану құқығы туралы ережені түсіндірді. Конституциялық кеңес Конституцияның 42 бабының 5 тармағына сәйкес, бір адам 2 рет Қазақстан президенті бола алмайтынын, бірақ бұл ереже Қазақстанның 95 жылғы Конституциясына сәйкес, және Қазақстан президенті қызметін 99 жылдың 10 қаңтарына дейін атқарған тұлғаға Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты қолданылмайтынын хабарлады. 2005 жылғы 4 желтоқсанда өткен сайлау, уақытында өткен сайлау болды. Президент 98 жылы қабылданған өзгертулерге сәйкес, енді 7 жылға сайланатын болды. Сайлауда 91-15% дауыс жинаған Нұрсұлтан Назарбаев жеңді. Жармахан Тұяқбай 6-да да 61%, Әлихан Байменов 1-де 61%, Ерасыл Әбілқасымов 0-де 34%, Мелс Елеусізов 0-де 28% дауыс жинады. Бірқатар халықаралық ұйым бақылаушылары сайлауды халықаралық стандарттарға сай емес деп сынады. 2007 жылы Конституцияға өзгеріс енгізілді. Бір адамның сайлауға 2 реттен артық түсуіне қайта шектеу қойылды, және президент өкілетінің мерзімі 7 жылдан 5 жылға қайта қысқарды. Бірақ Конституцияда бұл шектеулер Қазақстанның бірінші президентіне қатысты қолданылмайды деп жазылды. Конституциядағы өзгертулер Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның бірінші президенті ретінде ерекше мәртебе берді. Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы елбасы мәртебесі берілді. Заң баспасөзде жарияланды. Жаңа мәртебе оған президент сайлауына шексіз түсуге рұқсат берді. Жаңа заңға сай, ұлт көшбасшысы елбасының жеке басы қорғалады және сотқа тартылмайды. 2010 жылдың желтоқсанынан бастап елде президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту туралы бастама көтеріліп, қол жинау жүрді. Парламент бұл мәселе бойынша референдум өткізуді ұсынды. 2011 жылдың 2 ақпанында парламент Конституцияға президентке кезектен тыс сайлау өткізу туралы шешім қабылдау құқығын беретін өзгерту енгізді. Артынша, Нұрсұлтан Назарбаев кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы жарлыққа қол қойды. 2011 жылы екінші кезектен тыс президенттік сайлау өтті. Нұрсұлтан Назарбаев 95-те 55% дауыс жинады. Оппозициялық партиялар сайлауға бойкот жариялады. Демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюро, Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымы және Америка Құрама Штаттары тағы да сайлауды халықаралық стандарттарға сай емес деп тапты. Посткеңестік мемлекеттер мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы бақылаушылары сайлауды еркін әрі демократия заңдарына сай өтті деп бағалады. 26 сәуір 2015 жылы 3-ші кезектен тыс президент сайлауы өтті. Сайлауға 3 кандидат Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Коммунистік Халық партиясының хатшысы Тұрғын Сыздықов, Қазақстан Кәсіподақтар Федерациясының төрағасы Әбілғазы Құсайынов тіркелді. Сайлауда Назарбаев 97-де 7%, Тұрғын Сыздықов 1-де 61%, Әбілғазы Құсайынов 0-де 64% дауыс жинады.
Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастығы ұйымы сайлауда заңдар бұзылғанын айтты. 30 жылға жуық билік құрған Назарбаев 2019 жылдың 19 наурызында кенеттен президент қызметінен кететінін жариялады. Ол мәлімдемесінде сайлау өткенше Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев президент болатынын айтты. Тоқаев 20 наурызда ант беріп, қызметіне кірісті. Назарбаев президенттіктен кетсе де, ұлт көшбасшысы елбасы мәртебесін сақтап қалды. Назарбаев елдің ішкі, сыртқы саясатына ықпал ететін конституциялық орган қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып қалды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа арнаған үндеуінде кезектен тыс президент сайлауы 2019 жылдың 9 маусымында өтетінін жариялады. Ол Қазақстанды демократиялық мемлекет деп атап, президент халықтың қалауымен таңдалатынын, сайлау әділ әрі ашық өтетінін мәлімдеді. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда жалпы халықтық президент сайлауы 7 рет, 91, 99, 2005, 2011, 2015, 2019 және 2022 жылдар. Оның 6-ы кезектен тыс болды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында президенттік мерзімін 5 жылдан 7 жылға дейін ұлғайтуды ұсынды. Кезектен тыс сайлауы 2022 жылдың 20 қарашасында өтті. Нәтижесінде Тоқаев 81-де 31% дауыс жинап, қайта сайланды. Республика президенті Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін деп, халыққа ант берген сәттен бастап қызметіне кіріседі. Республика президенті анттың мәтінін мемлекеттік тілде айтады. Республика президенті 7 жыл мерзімге сайланады. Республика президентінің өкілеттігі жаңадан сайланған республика президенті қызметіне кіріскен сәттен бастап, сондай-ақ президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген, не ол қайтыс болған жағдайда тоқтатылады. 5 бап. Республика президенті лауазымында болуға байланысты шектеулер республика президентінің өкілді органның депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға хақы жоқ. Қазақстан Республикасы президентінің омырауға тағатын белгісі мен байрағы болады. Республика президенті қызметі бойынша алтын қыран орденінің иесі болып табылады. Төменде көріп отырғандарыңыз республика президентінің айырым белгілері. Республика президентінің мемлекеттің қорғаныс қабілетін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы өкілеттігі. Республика қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы болып табылады. Республиканың демократиялық институттарына, оның тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығына, саяси тұрақтылығына, азаматтарының қауіпсіздігіне елеулі және тікелей қатер төнгенде шаралар қолданады. Парламент Сенатының келісімімен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын қызметке тағайындайды. Оны қызметтен босатады. Республика президентінің парламентке қатысты өкілеттігі, парламентке және оның палатасына кезекті және кезектен тыс сайлау тағайындайды. Конституцияның белгіленген талаптарын сақтай отырып, Сенаттың 10 депутатын тағайындайды. Олардың 5-еуі Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұсынысы бойынша тағайындалады. Сайлау нәтижелері жариялаған күннен бастап 30 күннен кешіктірмей парламенттің бірінші сессиясын шақырады. Парламент депутаттарының Қазақстан халқына беретін антын қабылдайды. Республика президентінің үкіметке қатысты өкілеттігі. Парламент мәжілісінің келісімімен премьер-министрді қызметке тағайындайды. Оны қызметтен босатады. Үкімет мүшелерінің антын қабылдайды. Жүйелі түрде премьер-министрдің үкімет қызметінің негізгі бағыттары туралы және оның барлық маңызды шешімдері туралы баяндамасын тыңдайды. Ерекше маңызды мәселелер бойынша қажеттігіне қарай үкімет отырыстарына төрағалық етеді. Республика үкіметіне тапсырмалар береді. Президенттің Конституциялық сотқа қатысты өкілеттігі. Парламент Сенатының келісімімен Конституциялық соттың төрағасын және Конституциялық соттың 4 судьясын қызметке тағайындайды. Конституциялық заңға сәйкес оларды мерзімінен бұрын қызметтен босатуға хақылы.
Конституциялық сот төрағасының ұсынуы бойынша Конституциялық сот судьяларының арасынан Конституциялық сот төрағасының орынбасарын тағайындайды. Республика Конституциясымен көзделген жағдайларда Конституциялық сотқа өтініш жасайды. Республика президентінің соттарға және судьяларға қатысты өкілеттігі. Бірде жоғары сот кеңесінің кепілдемесін негізге ала отырып, Республика жоғарғы сотының төрағасын және судьяларын қызметке сайлау және қызметтен босату үшін парламент сенатына ұсынады. Екіншісі, жоғары сот кеңесінің кепілдемесі бойынша жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады. Қазақстан президенті туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 20 бабына сәйкес. Республика президенті Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар мен өкімдер шығарады. Республика президенті мен оның отбасы мүшелерін қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және күзету бюджет есебінен жүзеге асырылады. Республика президентінің жалақысы заңнамада белгіленген тәртіппен айқындалады. Республика президенті лауазымында болған кезеңде осы лауазымға сайланған адам республика аумағындағы резиденциялар мен республика астанасындағы қызметтік пәтермен және мемлекеттік саяжаймен қамтамасыз етіледі. Президентпен бірге тұратын басқа да отбасы мүшелері күзетуге жатады. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз